Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақылова Мөлдір. Бүгін біз 9 сынып 2 тоқсанға арналған номер 3, 1, 2, 13 топ элементтері және оның қосылыстары бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Орындалу уақыты 25 минут. Олай болса тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: кальций және оның қосылыстарының қолдану салаларын көрсетіңіз. Әрине, кальций болғандықтан ол бізде құрылыста көп қолданылады және аккумулятор батареяларын алуда. Келесі бізде мынандай сызба нұсқа берілген екен. Осы сызба нұсқаны жүзеге асырамыз. Ең бірінші біз кальцийға оттегін қосып, кальций оксидін аламыз. Теңестіреміз 2 және 2. Келесі осы кальций оксидіне суды қосу арқылы біз кальций гидроксидін аламыз. Теңестірудің қажеті жоқ. Енді кальций гидроксиді не дейді? Так, біз көмірқышқыл газын қосайық және кальций карбонатын аламыз. Кальций СО3. Енді төртінші жағдайда бізде кальций СО3-тен алу керек біз кальций карбонатын. Сонда бізде кальций О және көмірқышқыл газы түзіледі. Келесі тапсырма: реакция теңелерінің бос орындарын толтырыңыз. Бірінші бізде натрий және H2O бізе береді натрий гидроксидін. Теңестіреміз 2. Келесі калий 2О-ға бір нәрсені қосып калий хлоридін алыпты және тұзқышқылын қосып калий хлориді және H2O. Теңестіреміз 2. Келесі литий гидроксидінен қосып, литий гидроксидіне де біз тұзқышқылын қосайық, H-хлор. Сонда литий хлориді және су алынады. Теңестіреміз 2 және 2. Келесі натрий гидроксидіне көмірқышқыл газын қосқанда бізде натрий карбонаты, натрий СО3 және су бөлінеді. Так, натрий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Калий гидроксидіне купрум хлориканы қосқанда купрум OH2 және калий хлориді бөлінеді. Теңестіреміз калий хлоридінің алдына 2, калий гидроксидінің алдына 2. Келесі тапсырма: оқушы зертханада сынауға алюминий хлоридінің бірнеше тамшысына сілті ерітіндісін құйғанда тұнба алынды. Реакция теңдеуін жазыңыз. Так, алюминий хлор 3 қосу калий гидроксиді. Сілті деп айтылып тұр ғой, себебі сондықтан мен калий хлоридін алдым. Калий гидроксидін алдым. Бізде бөлінеді алюминий OH3 және калий хлор. Теңестіреміз. Так, бұл жерде калий OH-тың алдына 3, калий хлоридінің алдына 3. Осымен біздің реакциямыз теңесті. Енді алынған тұнбаны 2-ге бөліп, қышқыл мен сілті ерітіндісін құйғанда байқалатын өзгерістерді сипаттап реакция теңдеуін құрастырыңыз. Так, бізде ең бірінші алюминий негіздік қасиет көрсеткен кезде қасиет, одан кейін жерге қышқылдық қасиетін көрсетейік. Мына жаққа реакция теңдеуін жазамыз. Ал енді алюминий OH3-ке қосамыз тұзқышқылын H-хлор, алюминий хлор 3 және су бөлінеді H2O. Теңестіреміз. Бізде мына жерге 3 қойып көрейік. Сонда біздің мына жерде оттегіміз теңесу үшін мына жаққа 3 қоямыз. Сонда есебіміз теңеседі. Енді қышқылдық қасиет көрсететін кезде алюминий OH3-ке қосамыз натрий гидроксидін
Енді бізде натрий алюминаты бөлінеді бұл жерде. Натрий алюминий O2 және су теңестіреміз. H2O-ның алдына 2.